Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерге ВКонтакте желісі арқылы мүліктің бар немесе жоқтығы туралы анықтама алуды көрсететін боламын. Ол үшін ВКонтакте желісіне кіреміз. Ол жерде сервисі деген жерге кіреміз. Сообществоға кіреміз. Міндетті түрде портал egov.kz деген сообществоға жазылуымыз керек. Одан кейін сообщениеға кіреміз. Менде бұл жерде справканы анықтаманы алдын ала алғандықтан бұл жақта менде история тұр. Сіздерде болмауы мүмкін. Төменгі жақтағы 4 нүктелік батырманы басамыз. Менюға қайта оралу үшін. Міне осы жерден сіздер өзіңізге керекті услуганы таңдаймыз. Ол жерден недвижимость дегенді басамыз. Кейін бізде міне бірінші кезекте тұрған справка об отсутствии или наличии недвижимости деген басамыз. Өзімізге немесе баламызға керек, кімге керек екенін көрсетеміз. Өзіңіздің тұрғылықты облысты таңдаймыз. Сіздің алдын ала тіркелген номеріңізға сообщение келеді. Хабарлама. Сол жақтағы санды тереміз. Біз заявка жібердік. 1-2 минуттың ішінде анықтама келу керек. Осы YouTube каналымда көптеген пайдалы ақпараттар болатын болады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне біздің анықтамамыз дайын. Жүктеп алып, ашып көрсеңіз болады. Пайдалы болды деген үміттемін. Тағы да сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазсаңыздар болады.